Сәлем баршаларыңызға. Бүгін сіздермен күміс жас бойынша адам жұмысқа аламыз, кіреміз еңбекке, предприятияға кіресіз. Егер де менде таңдалып тұр, яғни предприятияның бәрін енгіздім ЭЦП ключпен. Енді вакансияны қараймыз. Бізде бір отклик бар екен. Оны қараймыз. Бір жұмыскер, оны жұмысқа шақырамыз. Пригласить деген басасыз вакансия бойынша. Сосын уақыт белгілейсіз. Мысалы 21 февральға мен белгіледім. Жұмысқа шақырдым жұмыскерімді. Жұмысқа шақырғаннан кейін ол кісімен собеседование құрастырып, жұмыс барысында ол кісіні қабылдайтын болып шештік. Принять деген болады осындай, соны басасыз, принять деп. Сөйтіп ол кісіге жібересіз осылай. Жұмысқа қабылдау жөніндегі нені. Осылай сізде шығады окошко. Бұл бәрі вакансия деген ішінде. Бізде мерчендайзинг керек біздің жұмысқа. Енді осы бойынша қарайсыз, вакансияға кіресіз де, откликті, сол жұмыскеріңізді создавать трудовой договор деген басасыз. Қасында шығып тұрады, соны тек басасыз. Бірден HR еңбек KZ сайтына кіреді. Соның ішіне екіншісін трудовой договор деген басасыз. Басқаннан кейін үстінде мынандай зарегистрировать трудовой договор деген шығады. Соны басасыз. Мына жерде бин жазылып тұру керек. Қазір бізден қараймыз. Осылай мына жердегі астында тұрған работниктің нелерін бәрін толтырасыз. Договордың номерін, қандай неге жататындығын, жұмыс басталу уақытын, қай уақытқа дейін договор құрастырып жатсыз, должностьті жазасыз, вид работы, осы жердегі графаның бәрін толтырасыз, ставканы жазасыз, яғни 0,5 дейтін болсаңыз, онда жарты күн жұмыс жасайтын болады. Осының бәрін толтырасыз, жұмыс орын беретін орынды жазасыз, адрестің бәрін толтырасыз. Мысалы, сіздің жұмыскеріңіз басқа қалада болса, онда дистанционная работа деген таңдайсыз. Мен толтырдым, мына адрестің бәрін жаздым. И профессиональные навыки, оны толтырасыз. Личные качества жазасыз. Соны ЕЦП ключпен менен подписать етіп жібересіз. Осылай сізде шығады, мына действующий деп тұр, көрдіңіз бе, статус действующий. Выбрать дегенді бассаңыз, расторгнуть етуге болады. Мысалы, жұмыскеріңіз жұмыстан шығып кетем деген болса, онда расторгать етесіз, мына кез келген уақытта. Бұл официально сіздің рабочийіңіздің трудовой договоры. Яғни осы арқылы жұмысқа кірген адамдардың бәрінде опыт работада осы жерде тіркелген нелері бәрі көрініп тұрады. Мына осындай жұмыс орын анықтамасы да шығарып береді сізге. Сізге осылай официально жұмыскер алдыңыз, енді алдағы уақытта жұмыскердің айлығын қалай субсидия жолында алуды көрсетемін.